Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын етті пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны жоғалтып алмас үшін лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Алдымен тесті қойып қоямыз. Қайнаған ыстық суға сүтімізді құямыз. Ашытқыны, тұзды, қантты және де жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де майонез қосып жүрсеңіздер, тесті одан да жұмсақ болады. Енді сұйық май қосамыз, немесе ертілген сары май қоссаңыз да болады. Үнді біртіндеп сала отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай аздап сұйық май құйып, аздап илеп, таза ыдысқа ауыстырып, бетін жауып, бөлме температурасында көтерілгенше қойып қоямыз. Енді ішіне салат начинкасын жасаймыз. Ол үшін капустаны ұсақтап 4-3 етіп турап аламыз. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған майға пиязды қуырамыз. Аздап қызарған соң фаршымызды салып қуырамыз. Фарш сәл қуырылған соң үстінен капустаны салып, дәміне қарай тұз бен бұрышын қосып, араластырып бұқтырып қоямыз. Осымен начинкамыз дайын болды. Толықтай суытамыз. Мінекей қамырымыз жақсы болып көтерілді. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Әр қайсысын осылай жайып шығамыз. Осындай қалыңдықта болуы керек. Енді пирогымызды пісіретін табамызды майлап алып, қамырымызды саламыз. Начинкасын салып, бетін екінші тестімен жауып, жан-жағын түйіп шығамыз. Артық тестін осылай кесіп тастасаңыз да болады. Енді ортасын кішкене тесік жасап, жан-жағын осылай қайшымен қиып узор жасаймыз. Ол міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызша. Жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, бетін жағып шығамыз. Үстіне қалауынша кунжут сепуге болады. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ және тіл үйретіндей тәтті болып шығады. Отбасыңызға 100% ұнайды деп айта аламын. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып подписаться етіп кетіңіздер.